Сәлем достар, эфирде тіл қазына бағдарламасы. Жаңа сабаққа дайынсыздар ма? Ендеше бастайық. Достар, өткен бағдарламада суық тиіп ауырып отырғанымды айтқан едім ғой. Сол күні кешке қатты ауырдым. Қызуым түспеді. Сөйтіп, жедел жәрдем шақырдым. Жедел жәрдемді қазақ тілінде қалай шақырамыз? Бүгін сіздерге соны үйретемін. Кеттік, бастайық. Ең алдымен жаңа сөздермен танысып алайық. Дене мүшелері: тамақ, бас, тіс, дәрі ішу, тұмау тию, жазылу. Мен қазір мәтінді оқимын, сіздер тыңдаңыздар және қайталаңыздар. Адамның дене мүшелері: бас, аяқ, қол, жүрек, асқазан. Кеше балмұздақ жедім. Бүгін тамағым ауырып тұр. Сіздің басыңыз ауырып тұр ма? Иә, басым ауырып тұр. Болаттың бүгін тісі ауырып тұр. Ол тіс дәрігеріне бармақ. Тұмау тигенде қызу көтеріледі, жөтеледі, бас ауырады. Тұмаудан тез жазылу үшін С дәруменін ішу керек. Ал енді суреттер мен сөздерді сәйкестендірейік. Дене мүшелері: тамақ, бас, тіс, дәрі ішу, тұмау тию, жазылу. Әдеттегідей бағдарламамыздың грамматика бөліміне де келіп жеттік. Достар, бүгін нақ осы шақтың күрделі түрін қайталаймыз. Нақ осы шақ әрекеттің дәл қазір орындалуын білдіреді. Күрделі түрі арнайы қосымшалар арқылы жасалады. Етістік: мен, ып, отыр, тұр, жүр, жатыр. Мен не істеп отырмын? Мысал, мен хат жазып отырмын. Етістік: сен, үп, отыр, тұр, жүр, жатыр. Сен не істеп жүрсің? Мысал, сен автобус күтіп тұрсың. Етістік: ол, п, отыр, тұр, жүр, жатыр. Ол не істеп тұр? Мысал, ол дүкен аралап жүр. Болат ауырып тұр. Болаттың тісі ауырып тұр. Шынар ауырып жатыр. Шынар үйде ауырып жатыр. Мен ауырып тұрмын. Менің басым ауырып тұр. Балаңыздың қай жері ауырып тұр? Баламның тамағы ауырып тұр. Достар, мына диалогты тыңдайықшы. Балам, саған не болған? Көңіл күйің жоқ қой. Анашым, менің басым, тамағым ауырып тұр. Қане, басың ыстық қой балам. Қызуың көтеріліп тұр. Анашым, мен далада қармен ойнадым. Бас киімімді киген жоқпын. Балам, қыста бас киімсіз жүруге болмайды. Суық тиеді. Анашым, енді бас киімсіз қыста жүрмеймін. Жақсы Ботақаным, сен қазір жатуың керек. Мен саған дәрі берейін. Анашым, ертең сабаққа барамын ба? Жоқ балам, бармайсың. Мұғаліміңмен хабарласамын. Ал енді мына диалогты тыңдайық. Алло, Райхан Мұрат қызы, кеш жарық. Кеш жарық, Сара ханым. Айсұлтан ертең сабаққа бара алмайды. Не болып қалды? Айсұлтан ауырып тұр, қызуы көтеріліп тұр. Өкінішті, сауығып кетсін. Жедел жәрдем шақырдыңыз ба? Жоқ, әлі шақырмадым. Балаңыз тез жазылып кетсін. Жедел жәрдем шақырыңыз. Рахмет, әрине шақырамын. Достар, енді осы диалогты талдайық. Сұрақтарға жауап берейік. Айсұлтан сабаққа неге бармайды?
себебі ол ауырып жатыр. Айсұлтанның қызуы бар ма? Иә, бар. Қызуы көтеріліп тұр. Анасы жедел жәрдем шақырды ма? Жоқ, әлі шақырмады. Айсұлтанға не деу керек? Тез жазылып кет. Сауығып кет. Достар, біздің телехикаяның кейіпкері Айдар да ауырып қалыпты. Бірге көрейік. Айдарды көрдім. Түнімен Елдостың тісі ауырып беті ісіп кетіпті. Тіс дәрігеріне кетіпті. Райхан да ауырып жатыр дедім. Тезірек жазылып кетсін деп жатыр. Елдос хабарласқан түсте. Тісін жылыртыпты. Қызым түспей жатыр. Отызда тоғыз көрсетіп тұр. Жедел жәрдем шақырайық та. Жедел жәрдем шақырмасақ болмайды. Шақырайын, 39-да 9 болса, қатты көтеріліп тұр ғой. Керек емес. Жай тұмау шығар. Тұмау ма, басқа ма? Келіп көрсін дәрігер. Сәлеметсіз бе? Менің құрбым ауырып жатыр. Басы, тамағы, іші де ауырып жатыр. Таңертеңнен бері қызу түспей тұр. Қазір 39-да 9 болып тұр. Қызу түсіретін дәрі ішіп жатыр қайта-қайта. Сонда да түспей тұр. Жөтел жоқ. Райхан Базарбайқызы, 20 жаста. Абай көшесі 61-ші үй, 45-ші пәтер. Достар, Сара ханымның баласы ауырып қалыпты. Ол жедел жәрдемге хабарласты. Тыңдайық. Алло, кеш жарық. Менің балам ауырып тұр. Бізге жедел жәрдем керек. Сәлеметсіз бе? Балаңыз неше жаста? Аты жөні кім? 9 жаста. Дүйсенбек Айсұлтан. Балаңыздың қай жері ауырып тұр? Тамағы, басы ауырып тұр. Қызуы бар ма? Иә, бар. Неше градус? 38 градус болып тұр. Дәрі бердіңіз бе? Иә, бердім. Сіздің балаңызға тұмау тиген. Мекен жайыңызды айтыңызшы. Момышұлы даңғылы, 12-ші үй, 122-ші пәтер. Уайымдамаңыз, сіздерге жедел жәрдем келеді. Күтіңіз, балаңыз сауығып кетсін. Көп рахмет. Мына суреттерге қарап, сөйлемді толықтырайық. Айсұлтан ойнап жүр. Айсұлтан анасымен сөйлесіп отыр. Айсұлтан ауырып жатыр. Айсұлтанның тамағы ауырып тұр. Айсұлтанның басы ауырып тұр. Айсұлтанның қызуы көтеріліп жатыр. Айсұлтан дәрі ішіп отыр. Анасы жедел жәрдем шақырып тұр.
Сара ханымның ұлы дәрігердің қабылдауында отыр. Тыңдайықшы, дәрігер не дейді екен? Сәлем балақай, атың кім? Сәлеметсіз бе, Айсұлтан? Айсұлтан, тамағыңды көрсетші. Тамағым ауырып тұр. Саған тұмау деген. Қыста бас киімсіз жүруге болмайды. Мен саған дәрі жазып беремін. Дәріні күніне 3 рет ішу керек. Жарайды, сонда жазылып кетемін бе? Әрине жазылып кетесің. С дәруменің ішу керек, және жылы киіну керек. Жақсы апай, түсіндім. Тез жазылып кет. Рахмет. Ал енді сөйлемдерді жалғастырайық. Айсұлтан бүгін сабаққа барған жоқ. Өйткені ол ауырып жатыр. Айсұлтан ауырып жатыр. Өйткені ол далада бас киімсіз ойнады. Анасы жедел жәрдем шақырды. Себебі Айсұлтанның қызуы көтеріліп тұр. Айсұлтан анасымен бірге дәрігерге барды. Айсұлтан бейсенбі күні сабаққа барады. Себебі ол жазылды. Достар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Тіл қазына қазақ тілін үйренудің ең оңай жолы. Достар, ауырмаңыздар, жылы киініп жүріңіздер. Неше түрлі дәруменді де тек дәрігердің қадағалауымен ішіңіздер. Сау болыңыздар.